Ассалаумағалейкум, біртұтас қазақ елім. Жаңа бір бейнеролик түсіргенде, қатесі ештемесі жоқ, бәрі дұрыс. Бірақ сіздер ойламаңыздар, уағыз айтып жатыр деп ойламаңыздар. Бұл уағыз емес ағайындар. Мен бес уақыт намазда ғана, тек қана өзімнің отбасыма, өзімнің жанұяларыма тек қана мен жақсы жағынан айта аламын да. Осы намаз жайлы да. Бағана ұмытып кеткенім тиктокта бүгін кірген жоқпын ғой. Мына намаздың сіздің саулығыңызға өте зор көмегі бар. Неге білесіз ба? Мен кеше бәлен жерге айттым, сіздер отырғанда да тикток парақшасында, фейсбук, инстаграмда отырған жоқ, фейсбукта отырған жоқ, тиктокта, ютубта отырған жоқ. Бірақ тиктокта айттым, 50 адам отырды, біреу де жауап берген жоқ. Не болды асқазаныма жат, бейт, сөйт, сондай деді. Сонда өзімнің қарындасым айтты, ішінде бәле бар деді, салқын тиген ғой деді, болды. Жатты. Мен бұрыннан асқазаныма барады. Маған тағы да жазып жатқандар бар, ой, тыныштық бершеш, бүйтіп. Мен мына балықты басқа қалада да білмейді. Тағы бір қыз айтам, маған бұл адам ренжіп жүрмес, мен ол бұғаттап тастады. Ол кешегі қызыл балық жайлы айтып отыр да, Астанада қала жеп отыр деп. Жей берсін. Бірақ біз өзіміздің Атырау қаласында отырып саудагерлерге біз қол ұшын беру керекпіз. Саудагерлер үйреніп кеткен ғой, сол 1000 теңгеден алады, 1200-ден сатады. Ол солай кете береді. Свежий болса болды ғой тек қана. Енді айтайын деген намаздың жүгініп отырамыз, бірінші көп көмегі бар. Екіншіден қараңыздар, сіздер мына Алла тағала сынақ бермесе еске алмайсыздар. Мен ауырды, Құран ұстап отырмын да, мысалы. Ол мысалы мен Құранды күн сайын оқимын. Күн сайын 4 сүре, 5 сүре оқимын. Мына екіншісі жаңа айтқаным. Енді тек қана ұмытып кеткенім, бағана бірінші бейнероликте намаздың көмегі. Міне қараңыздар. Тұрдыңыз да бүйтіп тұрмайсыз. Мына сәждеге шығасыздар негізге, мына жай намаздарыңызға. Сосын отырдыңыз. Міне, отырғанды қараңызшы, беліңіз ауырса, ой деп түсесіз ғой мысалы. Мен ешкім ауырмайды, бірақ осы темекі тартып жүрген, арақ ішіп жүргендер болатын болса, сыртқа шығып келгенде де қазір мына мені көріп жатқан адам, егер істесеңіз, иә деп жазып кетіңіз. Бүйтіп сәждеге жүресіз, болды. Міне темекі тартып жүрген адамдарға менде бар, базарда 700-800 мың теңге болар, 500 теңгеден беремін. Мындай тақиясы бар керек болса. Тақия 300 теңге, анда базарда 500 теңге. Мен бұл тақияны әрбір мешітке барып жүргенде, 4 мешітке барам, кезек барам. Жұмада тек қана, былай да бар деп анада. Анада емес, хадисте жазылған, бірақ мен бара алмайды жүрмін енді. Оған айып етпеңіз деп. Тіс тазалайтын. Осындай. Осыны айтқым келді бірінші. Так, оны тазалап бүйтіп қоясың. Ауа келетіні бар, мына жерде бүйтіп тұрады. Таза жерде тұру керек, қалдыға табуға болады. Екіншісі, бағанағыдай өт, астрахань дұрыс ба, белдегі, сүйектегі, сосын асқазанға жақсы болады екен. Былай отырсаңыз, жүгініп отырсаңыз, ол да көмегі бар. Сосын айтыңызшы маған келесіде. Анада да салдым былай, бірақ ешкім айтқан жоқ еді. Коля, сен салғаннан кейін істеп көріп едім, жақсы екен деп. Отырып қараңызшы, тау осылай. Құран, ана не бар ғой? Нанды алып, нанды басып, Құранды алу керек, бету керек, сондай бір сұрақтар болады кейде. Ондай сұраққа не керек, мысалы да, оқып отырсыз ба? Тиктоктағыдай ғой. Мені бақтап, балағаттап жатқандарды кешірдім, шығарып қойдым неден. Тиктоктан неден бұғаттарын шығарып қойдым, бірақ әлеуметтік желіге де салып қойдым. Неге десең, оны басқа адамдар көрсін, дауысын білсін Атыраудың. Мен кездеспейді емес, мен кешірімді, Алла кешірімді болып тұрғанда бізде кешірімді емес, бірақ мен бағанағыдай маған жекпе-жек шығасың ба, бейтесің ба, басын жара дейді ғой бұлай. Бірақ енді мен бір айта кететінім, сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға тіл тигізсеңіздер, мен шығам. Сосын айтайын деген, менің мына эфирімді қарайтын адамдар бар ғой, құзырлы органдар қарайтын болса, ұлттық қауіпсіздік комитеті қарайтын болса, өтініш, тикток парақшаларын жариялаған жоқпын. Біздің мына Алла тағаланың кітабын, Құранды, екінші
сүйікті пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламды, мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды жамандап жатқандар бір группа бар екен ағайындар. Өте сұмдық сұмдармен айналысыңыздар онан да ағайындар. Міне осы екеуін 20 мың қалдым ғой кезінде. Қазір қымбат түсіп кетті. Тақияны айттым, мынаны айттым, мына жақсы жерін айттым ғой. Бәрі жерге көмегі болады, мына отырғанның, осы отырғанның. Енді тиктокқа келеміз, шай, міне шай ішіп отырмын мысалы да. Сенің асқазаның ауырады, кофе неге ішесің деп мысалы да. Ыссы просто сосын ішіп отырғаным ғой. Бұған да бар ма, мен жаңа айттым оны, садақаларға барам. Сонда айтады, қара шай дейді, өлімде отырсың ба, ақша іш дейді. Өлімге келдің ба, таңдама көрсін. Жақсы, күріш береді, бешбармақ береді, или бағана ет әкелгенде еттен кінәрат іздемейсің. Бірдеме көріп қалдың ба, үндемейсің. Дейсің, болды, все. Етке ештеме айтылмайтын. Бірақ ол әйел адам анаяқтағы. Сол үшін еркектерге дайындайды. Сол үшін еркектер әкеледі тамақты. 5-7 адам тамақ әкелмей ма? Сол 7 адам тамақ әкелді ғой. Қадеде. Сол 7 адамды тағы сол әкелген еркектер қайтып алып кету керек. Әйел адам болмайды емес. Келіндер болады ғой, келіндер жұпын жүреді ғой. Әйел адамдар болады кейбірлері. Үйден асық шығып кетеді, алдары ашық болады. Вот соны айтайын дегенім ағайындар. Сосын қонағасын жайлап тыямыз, қазір емес. Барынша қонағасын тыямыз. Неге десең, бұл қонағасы деген шақырыңыз туысқаныңызды, көршіңізді шақырыңыз. Коллектив не керек сізге? Астанадағы бір адамдар не керек? Астанадағы адамдар шақырасыз, Астанадағы, Қарағандыдағы адамдар шақырасыз да, бірақ көп адам шақыруға болмайды қонағасына. Телефонмен. Естіген адам естиді осы. Специально шарт қойып жоқсыздар ма? Жаназа болып жатыр, осылай деп шарт қойып отырсыздар ғой. Мен де шарт қойып отырмын мысалы. Қайғыны бөліссең азаяды дейді ағайындар. Сол сияқты бірін айт дейді, тілді көрдіңіздер ғой. Тіліміз нетіп жатыр. Димашқа вообще өкпелеп іштеу деген жоқ, маған жазып жатыр, сайқал бірдеме деп. Алла кешірсін, Димаштың бір қателігі просто. Әкесінің қателігі ғой, әке-шешесінің. Біздің Атырау облысының шалғай азғырға барған жоқ, мысалы. Семей полигоны, Семейге барған жоқ. Олжас Сүлейменов айтып кетті кезінде, жатпа деп полигонды жойды ғой. Тайсойған Қызылқоға районы. Сондай жерлерге барсын деймін да. Тағы төртіншісі бар бір. Азғыр полигонына барсаңыздар, ағайындар, любой. Лотос бар бізде, Лотос. Атырау облысы Құрманғазы ауданында, Теңіз ауылдық округінде. Ертең августте жазылып қоясыздар маған. Мен сіздерге тауып беремін сол орында. Мен Абатжан Ғалиев мырзамен, Ернар Боранғалиев, Мерия Жігериев, және де Қайрат Бөлеков, әкімдер Абдурахман Мұса, солармен анада бір сөйлескенде айтты. Бұл берілген ақша берілді, тендер ұтып алды, соған кетті, бірақ ол Лотос дами беру керек. Соған қол ұшын тигіземін десеңіздер, хабарласыңыздар. Ертең август, тамыз айында, тамыз болмай тұрып хабарлассаңыздар, осы шілде айында хабарлассаңыздар болады да. Сонда шілдеден соңынан бастап тамыз, қыркүйекке дейін. Қыркүйекте не болады, бірақ тамыздың 20-сына дейін баруға болады. Лотос деген ол бүткіл Қазақстанда жоқ, тек қана біздің Теңіз ауылдық округінің Құрманғазы ауданында. Құрманғазы ауданы қайда деген адамдарға Жұмекен Нәжмедиев, Рақымжан Отарбаев, Тағатар Дәрелев, Қажымғалиев, Өмірзақ деген ағаларымыз, жазушыларымыз бар. Соларға кіріп қарауларыңызға болады. Фариза Оңғарсынова, Ақстаудікі деген сияқты, және де жақсы жазушыларымыз бар. Жүсіп Қайсимов деген, Жанезин деген, Сұлуқия Қаттарқызы деген бар. Сол сияқты журналистеріміз бар, Айнагүл Шакупова деген, тағы жақсы ақын бар, Жанаргүл Оразқызы деген. Сондай біздің жерлер бар. Таспиқ, таспиқты да сатам керек болады болса. Поля алып берші маған десеңіз, мынаны мен сізге 1000 теңгеге беремін. Мына түнде жанады. Еліміз аман жұртымыз тыныш болсын, намаздың пайдасы өте көп ағайындар. Жаңа айтып кеткен айқаптай қойын, сол шай дейді ғой. Шай егер бермейтін болсаңыздар, неге жүрсіздер? 10 әйел жүрсіздер мысалы. Қазір бізде ауыз тиет, тамақ ішпейді ғой, неде, бізде қателерде, Атырау облысы Құрманғазы ауданында. Сондағы адам бір шайды, бір шайнек шайды, қара шайды заваркасын көп салып, дайындап қойып болады ғой деген ойда айтып жатқаным ғой. Айып етпеңіздер. Ал бұлай тойларда қыздар әкеледі, келін әкеледі үйдің, сәлем салып алады деген сияқты. Сондай қағидаларды орындайық ағайындар.
той мен садақа бірдей болмасын ағайындар. Әртүрлі жағдайларда болып жатыр ондайлар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, өлім болмасын, өлім айтып келмейді. Тойларыңыз көп болсын, бірақ көп тойламаңыздар. Бәрі сол бала шағаның қамы. Ата ана жақсы болса, бала шаға да жақсы тәрбиеленеді.